Құрметті ұстаздар, мен сіздерге хит болған жұмыртқа аршу әдісін қалай жасаймыз, соны түсіндіремін. Бізде бірінші тауықтың суретін және жұмыртқаның суретін 4 қағазын А4-ға 4 жұмыртқа аламыз. Сосын осындай орталық бөлігіне қағаз тағы А4-ға дәл ортасына тапсырмаларымызды жазамыз. Сосын осы 2 А4-ді бір-біріне жабыстырамыз. Жабыстырған кезде желімді, клейді, яғни жұмыртқаның мына шеттеріне, ақ жерлеріне жабыстырамыз. Мына жұмыртқаның өзіне жабыстырмаймыз. Ақ жерлеріне жабыстырып, осы ақ қағаздың бетіне бір-біріне жабыстырамыз. Сол кезде бізде тапсырма дайын болады. Мына қараңыздар. Мен желімді тек міне жұмыртқаны жабыстырдық. Мына орталарына клей жаққан жоқпыз. Шеттеріне жабыстырдық. Енді осыны 4 бөлікке бөліп оқушыларға береміз. Осыны 4 бөлікке бөлеміз. Әр оқушыға бір-бір карточкадан берсеңіздер, оқушы керемет қызығып, ішіндегі тапсырмаларды орындайтын болады. Кез келген жаңа тақырыптардың тапсырмасын осының ішіне жасырып орындатуға болады. Балалар өте қызықты тапсырмаларды орындайды. Дөңгелетіп сіз қисаңыздар да болады. Немесе осылай 4 бұрышты ретінде де пайдалансаңыздар болады. Дөңгелетіп қисаңыздар да болады әдемі болу үшін. Немесе 4 бұрышты ретінде де пайдалансаңыздар болады. Балаларға қызықты болу үшін осындай тапсырмаларда жасауларыңызға болады. Міне. Сосын балалар осыны ортасынан ашып, тапсырманы орындайды. Балалар қалай ашады, қалай орындайды дегеніздеріңізге, міне балалар осылай кесіп, бір шетін осылай жұмыртқаны аршығандай ашады. Осылай жан-жағынан. Сосын ішінен тапсырманы ашып орындайды. Сонда балаларға өте қызықты болады. Әрі өмірмен байланыстырып тапсырманы беретін боласыздар. Міне, осылай орындайды балалар.